Абайлаңыз, алдыңыздағы ас иттің етінен жасалуы мүмкін. Алматы облысының еріктілері сұмдық қылмыстың бетін ашты. Олар Талғар ауданында төрт аяқтылардың өлексілері үйілген жерді тауып алған. Сорақысы сол, жануарларды бәзбіреулер әдейі сойып, басын терісін лақтырып кеткен көрінеді. Сұмдық жайттың жазбасын желіге жүктегендер кімнен күдіктенеді? Сюжет тарқатсын. Всех собак проломлены черепа. Мешки там еще штук 10 мешков белых, которые только сейчас привезли вот они. Бас терісі сыпырылған иттердің санында есеп жоқ. Жануарларды әлдегімдер әдейі сойған көрінеді. Жазба желіге енді жүктелгенмен ескі екен. Сұмдық жайтты еріктілер өткен күзде анықтадық деп отыр. Видео снято было в конце октября. Бұл видео қазан айының аяғында түсірілген. Мұнда тосынан тап болдық. Иттің қалдықтарынан бөлек пышақ пен қарғы баулар шашылып жатты. Жануарларды кәсіби қасапшылар бөлшектеп, етін мейрамханаларға өткізіп отырғанына күмәніміз жоқ. Бірақ волонтерлар дабыл қағуға асықпапты. Құзырлы мекемелер істі жылы жабады деп күдіктеніп, кінәлілерді өздері анықтауға тырысқан. Ол үшін аталған аймаққа жасырын камера орнатыпты. Сөйтсе фототұзаққа басқа емес, аудандық ветеринария бөлімінің көлігі түсіп қалған. Бейнежазбадағы иттің өлексілері үйілген жер қазір тап-тұйнақтай. Еріктілердің сөзінше шу шыққан соң айыптылар қылмысты жасыруға тырысқан. 6 ай бойы сасып жатқан қаңқаларды жинап, шұңқырларды бітеп тастапты. Байқасақ, бетон әлі толық кеппеген. Жедел тазалық жүргізген ветеринария бөлімі екен. Басшысы Кеңдал ауылындағы бұл қорымға 10 жыл бойы ауланған иттердің өлексесі тасталып келгенін айтты. Бірақ сойылған қаңқаларға қатысымыз жоқ деп отыр. Ал фототұзаққа түскен көлік жайлы жауабы бір-бірімен сәйкеспеді. Осыдан 2 жыл бұрын толып қалған. Толып қалғаннан кейін біз ол жерге тастауды тоқтаттық. Көлігіміз 2022 жылғы наурыз айынан ремонтта тұр. Өзіміздің жаңағы мекемеміздің ауласында. Моторы бұзылған. Фототұзаққа түсіп қалған рас қой? Я, фототұзаққа түскен болу керек, білмедім, түсіріп алған ғой. Жауапты өкілдің прокуратура жағалап жүргені бекер емес. Еріктілер дәйек жинаған соң ветеринария бөлімінің үстінен қылмыстық іс қозғаған. Кімнің кінәлі екенін полиция анықтап жатыр. Жауыздықпен өлтірілген жануарлардың еті қайда жіберілетіні де тергеу барысында белгілі болмақ. Айзада Оразалы, Мәди Шыңғыс, Еуразия 1 арнасы, Алматы облысынан.